Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін бесбармақ дайындаймыз. Алдымен қазанымызға етті салып қоямыз. Қамырына жұмыртқа, тұз, су, ұн барлығын араластырып, қамыр илеп, оны июге жарты сағатқа қалдырамыз. Шамамен 1 сағаттан соң қазанымызға көкөністерді саламыз. Дәміне қарай тұз бұрышын қосып, жай отта қақпақты жауып 1 сағат қайнатамыз. Иіген қамырымызды жайып, видеода көрсетілгендей 4 бұрышты бөліктерге бөліп шығамыз. Туралған қамырларымызды еттің сорпасына шамамен 5 минуттай пісіріп аламыз. Біздің бесбармағымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Арайлым.